Жигули, ком-кок, жигули. Эслатады sevgimizni, жигули. Короче, көп ойланып, көк жигули жасаймын деп шештім. Ең алдымен низкий класстан осындай көк жигули алдым, и мен сол моментте ГИБДД-ға барып, өзіме номерный знак сатып алдым. И оны инвентардан использовать етіп, тақтым, и что там, қалай? Сол моментте мен технический центрға келіп, тюнинг и нитро, короче, спорт барлығына и нитро 10x қойдым. Содан кейін маған әрине шиномонтажға бару керек болды, өйткені гидравлик қойып алуға. Меню, подвеска, гидравликтің кнопкасы и все. Смело көк жигулиді айдап жасай берсек болады. Сосын Арзамастағы ең пиздаты деген квартиралардан алдым. Және ондай сұрақтар болмасын, ол қай жерде, қандай пиздаты квартира, яғни осы жер. Ең маған ұнаған жер осы болды. Сосын ала салдым, 500 мыңды аяған жоқпын өзімнен. Мін әддем бір 6-7 этажный квартиралардың бірі ғой, короче. Менде кейс бомжа, еженсінің кейс, толтыр екен. Енді қазір кейс бомжа ашатын боламыз. Подтвердить. Енді бізге ВАЗ 2110 нормально забрать етеміз. Енді біз еженсінің кейс ашамыз. Подтвердить. И бізге блэккоин түсті. Нормально, 5 блэккоин. Енді келесіде тағы да еженсінің кейс. Мыналар открыть и подтвердить. И маған 600 блэкбастың XP. Тағы да еженсінің кейс. Открыть, подтвердить. И маған 20 мың теңге. Кайф! И қазір кейс бомжа ашатын боламыз. И бұдан Volvo 242DL. Келесі кезекте бізге еженсі кейс. Подтвердить. И маған ВАЗ 1111. Еженсі кейс. И ремкомплект. Чё там, видео ұнады ма? Видео ұнаса лайк және коммент жазып кетейік. Комментке келесі видеоны шығаршы деп 30 коммент и 30 лайк бірдей болса сразу шығаратын боламын. Осымен видео аяқталды. Давайте, достар.